Баршаңызға қайырлы күн, сіздерді көруіме өте қатты қуаныштымын. Мемлекеттік ортаға тасталғанымызда қарағандай, ол Қазақстан Республикасының зорлық-зомбылықтың алдын алудың тиімді механизмін ұсынады. Бұл палата бізде не үшін өзекті? Өйткені қазір таңда қоғамда орын алатын зорлық-зомбылықтың саны көбейіп жатыр, және де оны норма ретінде санайтын адамдардың сандары көбейіп жатқандықтан бұл палата бізде өзекті болып келеді. Дефиницияға келетін болсақ, Қазақстан Республикасы дегеніміз ол дамушы мемлекет, түсінікті деп ойлаймын. Зорлық-зомбылыққа келетін болсақ, зорлық-зомбылық дегеніміз ол бірінші адамның екінші адамға көрсететін физикалық немесе психологиялық тұрғыдағы қысымы немесе күш жұмсау түрлері деп айтсам да болады. Зорлық-зомбылық мектепте орын алуы мүмкін, ерлі-зайыптылар арасында болуы мүмкін, ол бала мен ата-ананың немесе бауырлардың арасында болуы мүмкін, немесе мысалы белгілі бір коллективдің ортасындағы буллинг болуы мүмкін. Негізі оның түрлері өте көп. Енді кеттік статистикаға келетін болсақ, ЮНИСЕФ-тің зерттеуіне сәйкес қазіргі таңда Қазақстан Республикасының ата-аналары қандай позицияны ұстанады? 75% баланы кейбір жағдайларда физикалық тұрғыдағы немесе, яғни қарапайым айтқанда ұрып соғуды құптайтын немесе қарапайым тұрғыда психологиялық давка істейтін адамдар негізі норма сынайды. Және де 2 мен 14 жасар балалар аралығының 50%-ы зорлық пен зомбылықтың зардап шеккен болып келеді. Кеттік. Тиімді дегеніміз қандай болуы керек? Біздің тарапымыз бойынша тиімді дегеніміз бағанағы зорлық-зомбылықтың бүткіл түрлерін қамти отыра, соның шешу жолаған проблемасын бізге ұсынып бере алатын механизм болу керек. Халыққа үндеу сала алу керек. Оның белгілі бір тұрғыда біздің істейтін мүмкіндігіміз бола алу керек. Ол қолжетімді және де насихаттаушы көзі бола алу керек. Бұл механизмді қарар болғаннан кейін 6 сұрақты қамту керек. Бірінші сұрақ ол проблема өзі, проблеманың шешу салдары, ол проблеманы қалай шешеміз, қашан шешеміз, кім, және де нәтижесін біз алып келіп көрсетіп беруіміз керек. Енді өзіміздің механизмімізді таныстыратын болсақ, біздегі алған механизм ол құқықтық сауаттылықты арттыру. Енді проблемаға келетін болсақ, біздегі ортада тасталған проблема ол көптеген адамдардың зорлық-зомбылыққа ұшыраулары. Осы бізде ортаға тасталған проблема. Енді кеттік, оның шығу салдары қандай? Адамдардың өздерінің және өзгенің құқығын білмеуінен, және де орынсыз таптаурындардың болуынан, белгілі бір тұрғыда қысымдардың шығуынан осы проблема бізде шығып тұр. Салдар яғни осындай. Мен оны қалай дәлелдей аламын? Мысалы айтсам болады, еркек сені ұрса, ол ештеңе емес, значит ол сені жақсы көреді деген сияқты. Немесе баланы бастан деп кішкентай кезінен бастап таяққа үйрете беру керек деген сияқты біздегі фразалар, былайша айтқанда, осы фразалар бізде зорлық-зомбылықты былайша айтқанда құрап беріп отыр екендігінде. Енді кеттік, бізде келесі сізге мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Қазіргі таңда Қазақстан тұрғындары көбінесе не қолданады деген сұрақ қояйын, және де оған өзім жауап берейін. Қазіргі таңда еңбектеген сәбиден бастап ақсаңдаған шалға дейін интернетте отыратын бәрімізге мәлім. Яғни оның жауабы интернет екендігінде. Енді қарайық, сөзімді бастамас бұрын, ашпас бұрын мен мынандай өзімнің мақсатымды айтқым келіп тұр. Біздің мақсатымыз қандай? Ол адамдардың ойын өзгерту арқылы зорлық-зомбылықтың алдын алу. Яғни мүлдем жауап тастау емес, немесе басқасы емес. Осыны түсініп алсақ екен. Енді кеттік, қалай деген сұраққа жауап беретін болсам, біз бұны қалай шешеміз? Ақпараттандыру көздері арқылы біз бұны шеше аламыз. Кеттік, өзіміз білеміз, әлеуметтік желілер бар, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube деген сияқты. Мақұл, оларды кішкентай балалардан бастап ортасындағы адамдар көретін шығар. Енді үлкендер келетін болсақ, оларды да ескере кету керек. Телевизия деген сияқты не бар? Бізде оны бәріміз білеміз. Мысалы, мен ондай арналарды айта аламын, Хабар, 31, НТК, Евразия негізі өте көп та. Осы желілерде біз дамытатын болса, және де осы ақпараттандыру көздері арқылы біз деген белгілі бір сабақ беретін роликтерді көрсететін болсақ, адамдардың ойын өзгерте алатындығымызда, яғни біздің мақсатымызға жете алатындығымызда. Енді кеттік, біз бұны қалай дамытамыз? Біз бұны қарапайым тұрғыда интернеттің мынандай бір махинациясы бар, кеткен бір әлеуметтік желілердің қай постта көбірек репост болады, қай постта көбірек лайк болады, сол посттар тиісінше рекомендацияға шығады, яғни бізге ұсынылатындығында. Және сол ұсыну арқылы адамдар көре береді, бір-біріне жібереді, мынаны қара деп ақпарат таралады, яғни ақпараттандыру көздері арқылы таралады. Және де бұл бізге тиімді болады. Неге? Өйткені бұл белгілі бір тұрғыда осындай махинация екендігінде. Енді біз мынандай сұраққа жауап бергіміз келіп тұр, бұны кім шешеді деген сұраққа. Бұны Аида Балибаева шешеді, яғни министр. Бұл адамның басты мақсаты қандай? Бұл адамның басты мақсаты зорлық-зомбылықтың алдын алу екендігінде. Енді қарақ, келесі дағы бұл затты бізге кім шешіп бере алады? Бұл затты бізге қарапайым халық шешіп бере алады. Неге? Өйткені бағана айтып кеткенімде, дамыту арқылы осы видеоны шығардық па, осы видеоны бүткіл насихаттаушы көзі бола алатындай халық бізге осы көмектесіп, осы механизмнің орындалуына өзінің септігін тигізе алатыны айдан анық.
Так, біз бұны қашан ішеміз? Біз бұны қазірден бастайтын болсақ, примерно істейтін тірліктерін істеп, қазірден бастауымыз керек. Өйткені істейтін тірліктер бар, и плюс осы қазірден бастайтын болсақ, біз жетінші көбірек адамдардың ойын өзгерту арқылы біз осы зорлық пен зомбылықтың алдын ала аламыз. Енді кеттік, нәтижесі қандай болады? Нәтижесі логикалық тұрғыда түсінікті деп ойлаймын. Нәтижесі адамдардың ойын өзгерту арқылы біз деген зорлық зомбылықтың алдын ала аламыз. Осымен менің сөзім аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңызға өте көп рахмет. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздерді бүгінгі күні көмек өте қатты қуаныштымын. Олай болса көп созбай тікелей қашықтарға келе берейік. Бізге ең бірінші Айлы Бикеш не дейді? Жалпы ол кісілердің өзектерімен келісемін, дефинициясымен келісемін, тек қана мына нәрсені түсініп тұрған жоқпын. Ол кісілер бізге айтады, бұл дәл осы проблема бізде барлық жерлерде туындауы мүмкін, яғни зорлық зомбылықтар барлық жерде бола береді, кез келген ортада, кез келген қоғамда. Бірақ егер дәл осылай болатын болса, сіздер дәл қазір ақпаратты қолданасыздар, бақты, яғни бұқаралық ақпарат құралдарын. Алайда бізде көптеген Қазақстан Республикасының көптеген ауылдық аймақтарында әлі күнге шейін интернеттік желі бойынша проблематика бар. Тіпті антеннаның өзінен дұрыс істемеу бойынша мәселелер бар екенінде. Дәл осындай мәселесі бар мемлекетте сіздер именно ақпарат бойынша бұл мәселені қалай шешпекшісіздер? Келесі нәрсеге байланысты бізге айтады, бізге андай критерийсін береді да, бүкілді қамту, жай бұл нәрсені келсем, бірақ үндеумен насихаттау бізге менің ойымша бір нәрсе сияқты, мүмкіндік пен қолжетімділік тағы да бір нәрсе сияқты. Сенің мүмкіндігің болатын болса, ол саған қолжетімді болатын болса, ол сенің мүмкіндігің деген сияқты секілді. Енді келесі нәрсеге байланысты. Жақсы, ол кісілердің статистикасымен келсек, проблемасымен келсек, жақсы. Бірақ мынаны сіздер айтасыздар, құқықтық сауаттылық дейсіздер. Менің ойымша жоқ. Біздің қоғам құқықтық сауатсыз емес. Біздің қоғам құқықтық сауатты. Алайда ол нәрсе бойынша біздің мемлекеттің азаматтары өкінішке орай мемлекет органдарына жүгіне бермейді. Неге? Потому что бізде сенімсіздік деген нәрсе бар. Өкінішке орай біздің қоғамда әлі күнге дейін адамдардың өзі құқығын білсе де, еркек адамның үстемдігі бәрібір бола береді. Оған сенің құқығың бар, сен теңсің деген сөздер айта бергенмен, сендер теңсіңдер деген сөз айтыла бергенмен, оларға бәрібір де ол нәрсе маңызды емес. Себебі әйел адам біздің қоғамда бәрібір де бір төмен сатыда төмен болып табылатындығында, оларға ол менталитет бойынша беріліп қойған, олардың жолы сана сезіміне сіңіріліп қойғандығында. Ол біріншіден, екіншіден, біздің қоғамда өкінішке орай осы үстемдіктің кесірінен жаңағы мемлекет органдарында кімдер жұмыс істейді? Біздің мемлекет органдарында именно ер адамдар жұмыс істейді. Дәл ер адамдар жұмыс істейтіндығында. Яғни ер адамды ер адам түсінеді, бірақ ер адам әйел адамды түсінбейді. Дәл осы кезде біздің әйел адамдар немесе осылай ашшылық, яғни зардап шегіп жатқан, зорлық зомбылықтан зардап шегіп жатқан адамдар көбінесе мемлекет тарапынан жүгіне бермейді. Себебі біздің жәбірлеушілер ақшамен немесе басқа да мәселелермен бұл мәселелерден құтылып кете алады, яғни жазалаудан құтылып кете алатындығында бұл Қазақстан екендігінде. Енді келесі нәрсеге байланысты бізге айтады, ғаламтор бізге айтады, ғаламтор арқылы бұны шеше аламыз дейді. Бірақ мен жаңа бірінші нәрсе айтып кеттім, что бізде әлі күнге дейін жаңағы ақпарат беру бойынша немесе ғаламтор бойынша мәселелер туындауы мүмкін. Яғни жаңағы сеттің дұрыс ұстауы деген сияқты. Екінші мәселе бар. Біз ғаламторды түбегейлі басқара алмаймыз. Яғни бірде-бір мемлекет ол нәрсені істей алмайды, потому что бұл жеке платформа болып табылатындығында. Яғни мен Қазақстан Республикасы ретінде белгілі бір видеоны салғаннан кейін оның астына қандай комментарийлар болады, қандай сөздер қозғалатындығына мен ешқандай толыққанды кепілдік бере алмайтындығында. Яғни мен нақты басқа нәрсені насихаттайтын болсам, оның астындағы комментарийларда басқа нәрсені насихаттау мүмкін екендігінде. Осы мәселелер бойынша мен тағы да бұл нәрсені толыққанды басқара алмай, не толыққанды күресе алмайтындығында. Одан кейін бізде нәрсе бар, тағы да ғаламтор желісі бойынша бізде андайда сенің репост, лайк басу ұсынуы ол махинация екенін кезден. Бірақ алайда біздің әр адамның көретін контенті, яғни әр адамның қарайтын видеолары әртүрлі екенінде. Дәл осы мәселеге байланысты менің бейнероликтарым, менің көретін посттарым әртүрлі болатындықтан мен қарапайым өзімнің құқығыма қызығатын адам емес болуы мүмкін. Менің қызығатын заттарым әртүрлі болады. Осыған байланысты дәл осы контенттің маған ұсынылатындығы ол тағы да толыққанды кепілдік бермейтіндігінде. Енді келесі жақсы, бұл нәрселермен неттік, ол кісілердің кейсіне толыққанды қасыға айттық деп ойлаймын. Енді өзіміздің кейсімізге келетін болсақ, өзектілікке байланысты бұл қара неге өзекті? Себебі бізге тигізетін дәл қасында тек қана тұрмыстық зорлық зомбылық бойынша Қазақстан Республикасының тигізетін залалы 2 триллион теңге екенінде. Екінші, Қазақстан Республикасы дамушы мемлекет, келесі зорлық зомбылықтың бізде 7 түрі бар екеніне, ол физикалық, эмоционалдық, жыныстық, экономикалық, кейбір содан кейін тұрмыстық және жүйелі зорлық зомбылық болып табылатындығында. Енді статистикаға келетін болсақ, статистика бойынша жалпы ең өзекті бізде мәселе
зорлық зомбылық бойынша ол тұрмыстық зорлық зомбылық болып табылатындығына. Біріншіден, екіншіден, Қазақстан Республикасының тұрмыстық зорлық зомбылық бойынша 18 мен 75 жас аралығында әйелдердің шамасымен әр үшіншісі өмір бойы серіктестің физикалық немесе жыныстық зорлық зомбылық немесе эмоционалдық зорлық зомбылықтың зардабын шегетінінде. Одан кейін бізде келесі қоғамдық және қоғамдық жерлердегі діни төзбеушілік бойынша басқа да проблематикалар бар. Одан бөлек бізде статистика бойынша әлемдік денсаулық сақтау бойынша бір адамға орта есеппен Қазақстанда 2018 жылы 8,7 литр таза спирт жылына кететіндігінде, ал одан бөлек оқушының 30% пример орта шамамен бізде буллингқа ұшырағандығында. Енді мына нәрсе бізде өкінішке орай нақты статистика әлі күнге дейін осы зорлық зомбылық бойынша жоқ. Неге? Потому что бізде тіркемелер бойынша немесе ол бойынша өтініш беру немесе өтініш беру деген сияқты нәрселер әлі күнге толыққанды қарастырылмаған немесе толыққанды бұл нәрсеге халықтың бармайтындығына. Сондықтан да бұл нәрсе бізде ондай қатты нақты статистика жоқ екендігінде. Енді кеттік. Бізден осыдан қандай проблема шығып жатыр? Біріншісі бақылау және басқару, екіншісі менталитет тәрбие, мәдениеттің дұрыс емес бағытта кетіп бара жатуы, үшіншісі қоғамдағы әділетсіздік пен ашуды үлкейтетін заттардың қолжетімділігі болуы. Яғни бізде мына нәрсе сұрақ қояйыншы, бізде көбінесе зорлық зомбылықты кімдер жасайды және кімдер жасайды? Зорлық зомбылыққа кімдер барады? Қоғамға өте ашулы немесе қоғамнан белгілі бір залалдарды көрген адамдар баратындығында. Енді яғни көрген, сезген, жертва яғни болған адамдар баратындығында. Енді дәл осы проблеманың шығу себебі бізде қандай? Ең бірінші қоғамдық орындарда көшенің қауіпсіз болмауы. Яғни бізде видеонаблюдение жаңағы видеолардың жоқ болуы, яғни слепой зоналардың, яғни көзге көрінбейтін зоналардың өте көп болуында. Енді екінші, сенде 40 жан бар деп әйелге көп айтылатындығында, сен қатын болу керексің, сен еркек болсың, сен асыра деген сияқты, сен мықты болсаң, сен ұр деген сияқты бізде көптеген менталитетте осындай нәрселер қалыптасқандығында. Үшінші, ашылық пен көпшіліктің арасындағы соғыста көпшіліктің жеңіп кете беретіні, ер адамдардың әлеуметтік теңсіздіктің тым жоғары болуы, мықты мен әлсіздің соғысының көп болуы, осының кесінен мықтылардың жеңіп кете беруі, әлсіз топтардың кеш-кешін осының кесіммен ашуланып, зорлық зомбылыққа баратындығы немесе агрессиясын қоғамда көрсететіндігі. Енді бұның шешу жолы қандай? Біріншіден, бізге бақылау мен басқаруды күшейту керек. Ол қалай? Көшенің жарығын жөндеу, яғни барынша көрінбейтін зоналардың аз болуын қалыптастыру, барынша азайту болып табылатындығынан. Енді біріншіден, екіншіден, біз барынша жаңағы мемлекеттік органдағы адамдардың қалай жұмыс жасап жатқанын бақылау керекпіз, басқару керекпіз. Енді екінші, тәрбие бойынша отбасы институты ата-ананың бізге ата-ана қалай балаға тәрбие беріп жатыр, оны қалай тәрбиелеп жатыр? Біріншіден, екіншіден, бізге мектепке келетін болсақ, бізге айтады, сен қызсың, сен былай өсу керексің, сен былай, яғни қыз жиналыстарында бізге сондай нәрсе айтылады. Еркектердің жиналысында басқа нәрсе айтылады. Менің ойымша, бізге ондай жиналыстарда қандай нәрсе айту керек? Біз тең екендігімізді түсіндіру керек біріншіден. Екіншіден, біздің барлығымыз зорлық зомбылық мәселесінде қандай әрекеттерге бара алатындығымыз туралы айту керек. Осы нәрселер көбірек насихат алу керек екендігінде. Отбасы институты әлде қайда дұрысырақ жұмыс атқару керек. Балаға керегірек дәл қазіргі заман бойынша заманауи әрекеттерге заманауи тәрбие беру керек екендігінде. Келесі нәрсеге байланысты алкогольдің ішілуі бойынша бізде Қазақстанда именно алкогольдің көп ішілуіне байланысты көптеген еркектер үйіне келіп бала шағасына немесе әйеліне деген зорлық зомбылықты көрсетеді. Енді тұрмыстық зорлық зомбылықтың көбінесе агрессияның жаңағы ашуды көрсететін белгісі болып табылатын нәрсе ол ішімдік ішіп келіп ұрып соғатындығында. Одан бөлек бізде әлеуметтік теңсіздік деген нәрсе бар. Яғни алдын ала 30 секунд қаражаттардың дұрыс емес болуы, яғни бізде кедейлер мен байлардың арасындағы алшақтық өте көп екендігінде. Соның кезінен кедейлердің ашу пайда болған кезінен олардың да зорлық зомбылыққа баруы немесе ұрлық жасауы немесе ұрып соғып біреудің ақшасын алып кетуі деген сияқты мәселелердің туындауы екендігінде. Одан енді осындай шешу жолдары арқылы біз барынша әлеуметтік теңдікті орнатуға тырысу керекпіз. Барынша жұмыспен қамту деген сияқты немесе қаржы жағын реттеу, яғни қолдауды ары қаратай әлеуметтік әлсіз топтарға ары қаратай өзіміздің қолдауымызды жалғастыра беру керек екендігінде. Оның ішінде бізде жетім балалар да кіретіндігінде. Енді бұны кім шешеді бізде? Бүткіл барлық министрліктің тарапынан шешілетін болады. Еңбек, денсаулық, ішкі істер, оқу ағарту, экономика, одан бөлек президент, мәдениет министрі деген сияқты қашан бүгіннен бастап 3 ай дайындық болады, 6 айдан әрекет етеміз, 2024 аяқталғанша бәрі дайын болады. Енді бізде қандай нәтиже болады? Нәтиже бізде әділетті әрі бәріне зорлық зомбылыққа ешкім бармайтындай орта қалыптасатындығында, яғни осының арқасында тыныштықтың кепілі болатын тістік қайратын заттың болмауы. Осылай әрекет ете отырып, біз зорлық зомбылықтың алдын аламыз. Рахмет. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздерді бүгінгі ойында көріп отырғаныма қуаныштымын. Тікелей қарсылықтарға келетін болсақ, қарсы тараптан бізге айтылатын заттар ол интернет жоқ жерлер мен елдердің бар екендігі туралы айтылады. Бірақ бізде Қазақстанның 15,47 миллион адамының интернет желілерінде отыратындығы және одан бөлек олардың теледидар тағы да басқа да дүниелерді қарауы, оның өзі Қазақстанның толықтай
интернет желілермен қамтылғанының көрсеткіші бола алады. Келесі бізде ер адамды ер адам түсінеді және олар әйел адамды түсінбейді деген сияқты дүниелерді айтып береді. Және осы тұрғыда ер мен әйел адамның теңсіздігі деген дүниелердің барлығы оның өзі құқыққа келетіндігі және де сенің жынысыңа қарамастан сен өзіңді өзің қорғай алатындығыңның бар екендігі бізде заң бойынша алынған. Және де бұл дүниелердің пайда болуы ол адамның өзінің және де басқа адамдардың құқығын білмеуінің әсерінен болады. Келесі бізде мемлекет бізде түбегейлі бұл каналдардың барлығын басқара алмайды, немесе интернеттегі яғни желідегі заттардың барлығы мемлекеттің қолында емес деген дүние айтып береді. Бірақ бұл жерде біріншіден біздегі Айыл ханым атап өткен ұлттық каналдардың бар екендігі, яғни ол дүниелердің барлығынан видеоларды жүктеу немесе құқықтық ақпараттандыруды жалпы қолға ала алатындығы мемлекеттің тарапынан. Екіншіден бізде әлеуметтік желілердегі кез келген видеоларды кез келген адамның жүктей алатындығы және в том числе ол мемлекеттің тарапының қолынан келетіндігін түсінуіміз керек. Келесі бізде діни проблемалар және спирттік өнімдер әр оқушының буллинг көргендігі немесе әйелдердің жиі зардап шегетіндігі деген дүниелерді айтып береді. Иә, мен ол дүниеге келсем, және біздің механизм бұл проблемалардың да шешімі бола алады. Келесі бізге азшылық пен көпшілік өкілдерінің арасындағы әділетсіздікті немесе көрінбейтін зоналардың бар екендігін және мемлекет органдарының басқару жұмыстарының әділетсіз жүретіндігі және отбасы институтының дұрыс орындалмайтыны деген дүниелерді айтып береді. Бірақ сіз кез келген мемлекеттік органдардың жұмысын басқарсаңыз да, көрінбейтін зоналарды азайтатын болсаңыз да, сіз қанша жерден әділеттілік орнатып берсеңіз де, азшылық пен көпшіліктің арасындағы теңдіктерді дұрыстап беретін болсаңыз, дәл ол дүниенің барлығы нормаға айналатын болса, егер адам өзінің құқығын білмейтін болса, бұл дүниелердің барлығының ешқандай пайдасы болмайды. Өзімнің кейсіме келетін болсам, біз құқықтық сауаттылықты арттыруымыз керек. Не себепті? Себебі біздің елімізде түрлі зорлық-зомбылықтың алдын алу туралы көптеген механизмдер немесе заңдар тағы да басқа да дүниелер бар, бірақ ол дүниелердің барлығы жүзеге аспай жатыр. Себебі адамдар жаңағы арыздарын жазуға немесе мемлекетке шағым түсіруге, осындай дүниелерді тіркеуге, зорлық-зомбылықтан зардап шегіп жатқан мемлекетке немесе басқа адамдарға айтуға олардың қорқынышының бар екендігі, оларға себепші болып тұрған қате стереотиптер мен халықтың ойы деген сияқты дүниелердің бар екендігі. Мысалы, қарапайым қыз жанындағы серіктесінен зорлық-зомбылық көретін болса, ол үйіне қайта келген кезде ата-анасының тарапынан оған қайта келген қыз жаман, немесе бұл дүниенің барлығы ұят, сен осы дүниенің барлығына шыдауың керексің, немесе сен әйел адамсың, сен бәрібір де соңында бақытты боласыңдар деген сияқты ата-ананың немесе қоршаған ортадан оған келетін шектеулердің барлығы оған түсетін қысым болып табылады. Және екінші жағдайда ол адам мемлекеттік заңдардың көмегіне жүгінгісі келгенмен де оған жәбірлеуші тарапынан түсетін қысымдар немесе жәбірлеушінің туыс-туғандарынан түсетін угрозалардың бар екендігі және осының кесірінен ол адамның өз құқығын қорғай алмауы деген дүниелердің пайда болатындығында. Келесі, яғни жалпы Қазақстанда интернет пайдаланудың әлем бойынша 45-ші орынды алады, және де 2021 жылдың қаңтарында интернет пайдаланушылардың саны 15,47 миллион адамға жеткен, және қазіргі таңда Қазақстандағы интернет пайдаланушылардың саны 81,3%-ды құрайды. Және бізде қазіргі таңдағы ең актуалды дүние ол осы интернет желілері мен теледидар немесе әлеуметтік желілерді пайдалану болғандықтан бізге ақпараттандыру көбірек тиімді болады. Себебі бұл жердегі адамдардың фокусы бөлінген жерде біз механизмді жұмысқа жүзеге атқаратын болсақ, ол бізге көбірек нәтижесін береді. Біздің елімізде жалпы 70-ге жуық зорлық-зомбылыққа тап болған отбасыларды қолдайтын немесе адамдардың проблемаларын шешетін 70-ге жуық орталықтар бар. Бірақ ол орталықтардың әрқайсысына әртүрлі өңірлерде орталықтар бар, бірақ ол орталықтарға адамдар көмекке жүгінбейді, себебі олар өз құқықтарын білмейді, немесе осындай басқа тараптардан түсетін қысымдарға, угрозаларға олардың қарап қалатындығы және өз-өздеріне тұра алмауының әсерінен болады. Бізде күніне балаға қатысты 6 қылмыс,
және елімізде 342 адам тұрмыстық зорлық зомбылықтан зардап шегеді. Біз бұл дүниелердің барлығын ақпараттандыру арқылы шеше аламыз, себебі біз осы дүниенің барлығын адамдардың фокусы қойылған жерде, оларға көбірек қызығырақ жерде, яғни интернетте, социальный әлеуметтік желілерде бұл дүниені көрсеткен сайын, ол адамдардың яғни күн сайын телефондар, осы уақыттың барлығын олар бәрібір де телефонда отыратындығында, және олар адамдардың күн сайын уақыттарын телефонда өткізетініне, және оларға осы дүниені керісінше ұсыну арқылы олардың сонымен қатар өздерінің құқықтарын білуіне және де өздері қорғай алуына әкеледі. Сөз бергендеріңізге рахмет. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бірден Хадижаға қарсылықтан бастағым келеді. Енді Хадижа бізге мынандай нәрсе айтып береді да, егер сіздер қаншалықты әділет орнатсаңыздар да, қаншалықты әділет орнатып берсеңіздер де, адамдар өз құқығын білмесе, онда оның пайдасы болмайды деген нәрсе айтады. Яғни онда адамдар өзін-өзі қорғай алмайды деген нәрсе айтады. Бірақ біз қазір мынандай нәрсе айтып жатырмыз. Том что адамдар өзінің құқығын біледі, том что оның құқығы бар екенін біледі, бірақ ол құқығын білген күннің өзінде, ол мемлекетке жүгінген күннің өзінде, ол проблеманы шешіп бермейтіндігіне байланысты, дәл осы нәрсе қайталанатынына байланысты қорқатындығында, яғни адамдар құқығын біледі, бірақ адам құқығын білген күннің өзінде, егер әділетсіздік жоқ болатын болса, бұл проблема все равно шешілмей қалатындығында, қаншалықты адамдар ол құқығын білген күннің өзінде. Енді мынандай нәрсе айтып жатыр да, елімізде түрлі механизмдер бар, яғни мынандай нәрсе ғой, қарапайым мына нәрсенің Талдықорғанның өзінде өзінің бұрынғы әйелін ұрып бауыздаған, және ол нәрсенің видеоға түскен күннің өзінде, және бауыздағанын ауыр жазаның бауыздағанын көрсетіп, видеоны дәлел көрсеткен жағдайдың өзінде, оны именно зорлық зомбылық фактісі арқылы емес, тек қана хулиганство, яғни бұзақылық фактісі бойынша қарастырып жатқандығында, тағы да осындай әділетсіздіктерін жасап беруіне байланысты проблемалардың шешілмеуінде, ол адам өзінің құқығын бар екенін біле отырып, мемлекетке жүгінген күннің өзінде ол проблемалардың шешілмей жатқандығын көруге болатынын да қазіргі таңда тағы да мынандай нәрселер айтып беретінде, интернет желілерінің бар екендігін, интернет желілерінде біз басқа интернет желілерін енді мынандай нәрсе ғой, интернет желісіне сен тарату мүмкін, адамдар қаншалықты, сен басқара алмайсың, интернет желісіндегі қаншалықты, дәл жаңа сен айтып кеткен адамдардың, халықтың ойы, ата-ананың ойы деген нәрселердің бәрі дәл осы нәрсеге келетінінде, дәл осы нәрсе, дәл осы нәрсеге де қарсы пікірлердің шығып таралып кетуі мүмкін екендігін де ескеруіміз керек екендігін де. Одан кейін осыған дейін бізде 70-ге жуық орталықтар бар, және адамдар ояққа көмекке жүгінбейді, себебі олар құқығын білмейді дейді. Жоқ, қазіргі таңда ол жерлердің бар екенін біледі, бірақ ойлаңыздар, қазіргі таңда статистика бойынша, егер дағдарыс орталықтарына барған жағдайдың өзінде, ол жерден шыққаннан кейін, ол жерден сауығып шыққаннан кейін, ол зорлық зомбылыққа әйел адамдар, в целом зорлық зардап шегушіні қайтадан түсуі туралы статистикалардың бар екендігін ескеруіміз керек. Потому что дағдарыс орталықтарына барған күннің өзінде, одан шыққаннан кейін де тағы да дәл осындай ситуацияларға түсіп жатқандығын болды. Себебі әлі күнге әділетсіздіктің болып жатқандығында, бақылаудың болмауына байланысты, осы бір болған проблема ары қарай жалғаса беретінде, менталитеттердің өзгермеуіне байланысты, именно осы нәрселерге, яғни қазіргі таңда осындай нәрселердің болып жатқандығында, енді қарапайым статистикаға келетін болсақшы, 2021 жылдың өзінде 157 мың қылмыс болатын болса, оның 61 мыңы тұрмыстық зорлық болғанда, оның осы тек қана тіркелмегені одан бөлек жатыр. Себебі қазіргі таңда зардап шеккендердің 70-80% өздерінің зардап шеккендерін ұзақ уақыт бойы жасырады. Потому что олар құқығын білмегеннің кесірінен емес, құқығын білген күннің өзінде мемлекет менің осы проблемамды шешіп бере алмайды, себебі басқару, бақылау деген нәрселер жоқ екендігінде, бәрібір осы нәрсенің қайталануына байланысты до конца адамдар бармайды. Тіпті жазған күннің өзінде жазған адамдардың 90% өздерінің арыздарын қайта алу фактілерінің болғандығында, немесе мемлекет тарапынан тіпті дәлелдер болған күннің өзінде, куәгердің болған күннің өзінде басқа баппен қарастыруына байланысты, дұрыс бақылаудың болмауынан осындай нәрселердің болып жатқандығында, яғни адамдар құқығын білген күннің өзінде әділетсіздік болмай, ол нәрсе шешілмейді. Енді кеттік, 2022 статистика бойынша Ішкі істер министрінің айту бойынша 100 мыңнан астам адам зорлық туралы тіркелген болатын, және осының тек қана 60%-ын полиция шеше алмаған екенінде, тіпті жазылған күннің өзінде, тіркелген күннің өзінде ол 60%-ын полиция шешіп бере алмаған, хотя адамдар құқығын біле отырып осы нәрсеге барғанда да осы уақытқа дейін болған. Одан кейін
Одан кейін 2023 жылдың статистикасына келетін болсақ, айыптылардың 17% ғана жазаланды. Ойлаңыздаршы, 100-ден 17%, ал ол 100-ге кірмеген сыртта болып жатқан құқық бұзушылықтардың көп екендігінде, және осы 17%-дың 12% қайта қайталанғандығында болып жатыр. Яғни адамдар өзінің құқығын білген күннің өзінде именно осы бізде менталитетке байланысты, заңға байланысты, және де бақылау мен басқарудың болмаған өзінде адам өзінің құқығын қорғайын деп заңмен мен өзімді құқығын қорғайын деп артынан жүгірген күннің өзінде осы проблеманың қайта бола беруінде себебі бізде әділетсіздіктің жоқ екендігінде, міне осындай проблемалардың болып жатқандығында. Қарапайым тағы мынандай нәрселерді көрсетсе болады да, Баян Алагөзова сияқты осындай ақпараттарды таратып жүрген адамдардың бар екендігін, бірақ қазіргі таңда менталитет қалыптасқаннан кейін ол нәрсеге байланысты адамдардың ойының өзгермейтіндігінде, керісінше ол нәрсеге байланысты қарсы пікірдің одан ары 2 есе көп болатындығында, әйел адамдарды жазғыру деген нәрсенің көбірек болатындығын байқауға болатындығында, осындай нәрселер. Яғни мынандай нәрсе ғой, қарапайым және де қоғамның ондай адамдарды шектемейтіндігін болып жатқандығында. Қарапайым мысал көрсететін болсақшы, мен ер адам болатын болса, менің досым әйеліне зорлық-зомбылық немесе ұрғанын көретін болсам, мен ол нәрсеге көз жұмып қарайтындығында, мен онымен до конца араласып жүре беретіндігінде, хотя ол нәрсені істеп жатқанда, себебі біздің менталитетіміз ол нәрсеге норма ретінде қарайтындығында, хотя норма қарайтындығында, яғни қоғаммен шектетпейтіндігімізде біз бірінші осы нәрсені шешіп алуымыз керек, потому что бақылауды, басқаруды, дәл бақылау мен басқаруды және әділетсіздікті шешіп алған кезде мен өзімнің құқығымды қорғайтын адам ретінде мен сол кезде ғана мемлекетке сене алатындығымда, мен сол кезде ғана мемлекетке өзімнің проблемамды айта алатындай. Себебі қазіргі таңда мен өз құқығымды қорғау үшін қанша жүгіріп жатсам да, менің проблемаларым шешілмей жатқан фактілердің өте көп тіркеліп жатқандығын көруге болатындығында. Сол сөз бергендеріңізге рахмет. Осымен сөзімді аяқтаймын. Жақсы, олай болса алаңға қайта шығып отқан өте қатты қуаныштымын. Тікелей сараптама бастайық. Ең алдымен мына нәрсені түсініп кеткім келеді. Біздің қазіргі қоғам қалай қалыптасқан? Бағанан бері айтып жатқан статистикаға бойынша, ең бірінші біздің қоғамда өкінішке орай менталитет дұрыс емес. Біздің қоғамда өкінішке орай әлі күнге дейін ер адамның үстемдігі жоғары, әлі күнге дейін әйел адамның бір сәтте төмен тұратындығы. Яғни бұл тарап бұл нәрсеге өкінішке орай Хадиша ханым қарсылық келтірмейді. Яғни бұл ойналғанда қалып қойғанында. Бұл біріншіден. Екіншіден, біздің қоғамда дәл осының кесірінен жаңағы әйел адамдар өзінің құқығын білсе де, немесе ол осы құқығы бойынша заңдық органдарға жүгінсе де, ол мәселе шешіліп жатқан жоқ. Ол мәселе бойынша менің фактілердің қалай тіркеліп жатқандығын, қалай мәселелер болып жатқандығын барлығын менің спикерім түсіндіріп кетті сіздерге мысалдармен. Енді қараңыздар, осындай болып жатқан қоғамда, осындай әрекеттер болып жатқан, әділетсіздіктер орын алып жатқан, немесе үстемдігі басым болып тұрған, яғни әлсіз топтардың әлі күнге дейін зорлық-зомбылыққа бара беруі, немесе осы қоғамға өкпелі болып бара беруі, осы қоғам үшін ренжулі болуы, ол жалғаса береді. Яғни бұл әлемде жаңағы ақпараттандыру бойынша, насихаттау бойынша ол контентті көрмей қалу коэффициенті бар. Ол контенттің толыққанда барлығына жария бола алмай қалу коэффициенті бар. Ол контентті толыққанда басқара алмай коэффициенті бар. Яғни именно дәл осы кісілердің механизмі бойынша бізде өте көптеген минустар болады. Енді келесі нәрсеге байланысты бұл кісілер бізге қолжетімділік деген механизм ұсынады. Енді мен келсем, ғаламтор біздің барлығымызға қолжетімді. Бірақ оны басқара алу мүмкіндігі бізде бар ма? Мен осы мәселе бойынша сіздерге түсіндіріп беріп кетемін, что біз толыққанда махинацияларды жүзеге асыра алмайтындығымызды. Себебі біздегі дәл қасындағы ғаламтор ол жекеменшік деген нәрсе емес, ол мемлекетке бағынбайды. Түсініктірсіздер ме? Осының кесірінен мен айта алмаймын, мен бұл нәрсені басқара аламын деп, немесе менің мүмкіндігім толыққанды бар деп. Яғни бұл нәрсе ол кісілердің толыққанда несіне сай келмей критерийна сай емес екенінде. Келесі нәрсеге байланысты ол кісілер бізге ұсынып береді. Бұл нәрсенің ол кісілер бізге тағы не ұсынып береді? Яғни құқықтық сауаттылықты ұсынып береді. Менің қоғамның құқықтық сауаттылығының артуы менің қоғамдағы зорлық-зомбылықтың әлдеқайда азаюына келіп соғады. Бірақ бізде әлі бар, бұл кісілер бізге береді құқықтық сауаттылық бойынша бізде барлығы бар түсініп береді. Баланы түсініп береді. Өздерінің статистикасында баланы әкеп береді, өздерінің статистикасында қарттарды әкеп береді. Енді осы кезде менің бұл кісілердің алаңы бойынша жаңағы бала немесе жаңағы қарт өзінің құқығын қалай қорғай алатындығы маған әлі күнге дейін ойын алаңында түсініп бермейтіндігінде, мен келсем, бәлкім орта жастағы адамдар бұл нәрсе бойынша өзінің құқығын қорғай алатын шығар. Бірақ қарт адам немесе белгілі бір тапында жас жеткіншек бала осы мәселе бойынша өзінің құқығын қалай қорғай алмақ деген сұрақтар әлі күнге дейін бұл ойында ашық қалатындығында. Одан кейін біздегі егер сенің қоғамыңда ары қаратайда
басың үшін ол қысым деген нәрсе бола беретін болса, онда дәл қазір бағана айтып кеткен Айлы ханым айтып кеткен неге нәтижеге біз ешқашан жете алмаймыз. Себебі бұл мүмкін емес, утопия болып табылатындығына. Енді келесі нәрсеге байланысты біздің алаңда осындай. Біздің алаңда қандай нәрселер болады? Біз сіздерге түсіндіріп береміз, қандай толыққанды зорлық-зомбылықтың қанша түрі бар екендігін. Біз сіздерге түсіндіріп береміз, көптеген статистикаларды келтіріп береміз. Адамдардың не үшін осы құқық бұзушылыққа, яғни зорлық-зомбылыққа не үшін барып жатқандығын, адамдар не үшін өзін қорғай алмай жатқандығын, яғни дәл қазір мемлекет қандай істер бойынша жүзеге жұмыс жасау керек екенін жүйелі түрде түсіндіріп береміз. Яғни бұл мәселе бойынша бізде ешқандай қиындықтар болмайтындығында, яғни біз сіздерге толыққанды критерий, ол кісілер үшін берген критерий бойынша ол бізге қолжетімді, ол бізге мүмкіндік беріп тұр, ол бізге толыққанды барлығын критерий бойынша сай келіп тұрғандығында. Енді ол кісілер айтып жатқан мәселеден басқа біз сіздерге басқа да мәселелерді ұсынып береміз. Біздің қоғамда орын алып жатқан, яғни әлеуметтік теңсіздікте немесе азшылық пен көпшіліктің арасындағы келіспеушілік деген сияқты нәрселерді түсіндіріп береміз. Яғни ойын алаңын біз үлкейтеміз, үкімет тарапы емес. Одан кейін осы нәрселер бойынша біздің механизм әлдеқайда жақсырақ болады, әлдеқайда жақсырақ жүзеге асады. Бұл кісілердің механизміне қарағанда, себебі біздің механизмнің орын алып жатқан кеңістігі әлдеқайда үлкен екендігінде. Осы нәрселер бойынша менің ойымша біздің тарап ұтты, және де тек қана біздің механизм бойынша ғана біз Қазақстан Республикасындағы зорлық-зомбылық, дәл именно Қазақстан Республикасындағы зорлық-зомбылықтың алдын алудың тиімді механизмін тұрмыз деп ойлаймын. Жалпы ойын үшін рахмет. Енді сіздерді қайтып көріп жатқаныма өте қатты қуаныштымын. Ойынның соңын нүктесін қояйық. Енді мен Сабина ханымға қарсылық айтатын болсам, мен сөзімнің басын былай бастағым келіп тұрды. Егер де адам өзінің және өзгенің құқығын білетін болса, әділетсіздік бастан бастап болмайтынын мен сіздерге түсіндіріп кетейін. Енді кеттік. Бізге мынандай мысал алып келді, бауыздау деген сияқты. Енді қарайық достар, егер бағана айтты, ол еркек өзінің құқығын біледі, бірақ оны бауыздай, яғни оны еще дұрыс емес, заңдары дұрыс отырғызбайды деген сияқты нелер айтып келеді. Енді қарайық, егер де еркек сол әйелдің құқығын білген жағдайда ол бауыздау орын алмайтындығын түсінуіміз керек екендігінде, яғни егер де адам өзі және өзгенің құқығын білсе, ол әділетсіздік орын алмайтындығында. Енді кеттік. Не деді бағана интернетті біз басқара алмаймыз дейді. Яғни астындағы пікірлер, менталитет деген сияқты не айтып кетті. Басынан былай ойлайық, мен егер де сол пікірлер жазып жатқан адамдар өздері және өзгенің құқықтарын білетін болса, олар осы заттар жазбайтындығына, яғни осы таптаурындар мен менталитет, яғни ұстанымдар бар екенін біз өзіміздің алаңымызда бірінші болып ашып бергендігімізде, яғни біздің тарапқа секіріп кетіп тұрғандығын түсінуіміз керек. Енді мында бізге статистика алып келіп береді. 2021 жылы 15.700 адам, 15.700 қылмыс болатын болса, оның 60 мыңы тұрмыстық зорлық-зомбылық екендігінде. Енді қарайық, бұл жерде Сабина ханым не айтып береді? Яғни арызды неге жазбайды? Өйткені өздерінің құқықтарын білмегендіктен емес дейді. Яғни басқару адамдарына сенбейтіндігіне, яғни жоғарыда отырған адамдарға сенбейтіндігі туралы бізге айтып беретіндігінде, қарапайым тұрғыда түсінетін болсақ, егер де біздің бастан бастап айтып отырмыз ғой, сенің құқығың, егер сен өзің және өзгенің құқығын білетін болсаң, сен бұл зат по-любому істелмейтіндей, яғни по-любому бұған жол болатындығында. Енді кеттік. Егер адамдар өздерінің бағана еще өздерінің сөзіне айтып кетті, байқайтын болсақ, адамдар өздерінің құқығын біледі деп қайталап айта береді. Егер де адам өзінің және өзінің құқығын білетін болса, неге біздің қоғамда әлі күнге дейін зорлық пен зомбылықтар жалғасып жатқан деген сияқты сұрақтар менің ойымда әлі күнге дейін осы тарапта бүткіл уақыт бойы қалып қалатындығында. Енді сараптама өтетін болсам, кейс сараптама келетін болсақ, біз өзімнің кейс сипаттап кетейін, бізде өзектілік болады, нақты статистика болады, дефиниция болады, яғни тиімді дегенге біз критерий қойып бере аламыз, біз айта аламыз зорлық-зомбылыққа не жататынын, қандай түрлері болатындығын, яғни оларды қалай шешіп беру керек екенін, сұрақтармен жауап бере алатындығымызды, оны кім шешіп береді, қалай шешіп береді, бұл неге біз үшін тиімді болатындығын біз түсіндіріп беретіндігімізде, қарапайым тұрғыда біз түсінуіміз керекпіз, что біздің кейсіміз нормаларға сай екендігінде. Енді қарсы тараптың кейсін түсіндіріп беретін болсақ, жақсы, өзектілік болды келісемін, статистикалық болды келісемін, дефиниция тоже болды келісемін, тиімді дегенге бірақ біз критерий көре алмаймыз, және де ол критериялары, принципе, кейсінің өзіне айтқан өздерінің критерияларын болатындай сай болмайды. Неге? Өйткені мынандай дүние айтады ғой достар, бізге бағана утопия деген сияқты дүние айтады. Біз егер де адамдардың құқықтық сауаттылығын жоғартатын болсақ, біз зорлық-зомбылықтан құтыла аламыз. Бірақ салыстырмалы тұрғыда, егер де әділетсіздікті біз полностью жауып жібере алмаймыз деген, өйткені бұл менталитетке байланысты біз басынан бастап айтқандығымызда. Егер де біз осы жағдайдың басын істеуіміз үшін балық басынан шіреді дейді ғой. Ең алдымен адам бірінші өзінің құқығын және басқа біреудің құқығын біліп алғаннан кейін, бірақ әділетті тұратынында қарапайым тұрғыда бұл деген расында тиімді емес, және де орындалу коэффициенті өте төмен механизм екенін біз түсіндіріп бере аламыз. Енді кеттік спикерлікқа келетін болсақ, екі тараптың спикерлерін салыстырып берейік.
Енді қарайық, мен Сабина ханымның айтқан сөздерін былай сипаттап бере аламын. Шелектегі суды қайта-қайта сапыра бересің. Яғни бір сөзді қайталап айта береді, яғни однотипный фактор болады. Ол қандай? Мысалға, жаза дұрысталмауы, баптың дұрыс болмауы, ана 10 жыл алды, ана 10 күн алды деген сияқты заттар қайталап береді, және де бізге бір тараптан ғана ойнап береді. Ол қандай тарап? Ол әйелге деген не, әйел деген психологиялық, әйел деген физикалық андай немесе мынандай немесе қайталап бере беретіндігінде. Ал қарапайым түрде салыстыратын болсақ, Хадиша ханым менің спикерім не дейді? Менің спикерім бағанағы интернеті болсын, бағанағы камерасы болсын, алкоголь болсын, менталитеті, отбасы болсын, барлық яғни көптеген точкаларына қарсы айтып бере алатын, және де мені толықтай қолдап кетеді. Неге? Өйткені сіздерге қарапайым түрде статистикалық факторлар болсын, қарапайым факторлар болсын, сіздерге алып келіп беретін дегенде, спикер жағынан да қандай функционалдық қайсысы функционалдық жағынан мықтырақ болған сіздер түсіндіре аласыздар. Енді кеттік, идеяны салыстырып берейік. Былай ғой достар, екі әлемге бөліп алайықшы, иә. Мынау біздің әлем, мынау қарсы тараптың әлемі, иә. Біздің 30 секунд. Біздің әлем не дейді? Біздің әлем айтады. Давайте біз өзіміздің и өзгенің құқығын білеміз да, сол бұрышқанда таптаурындардан орынсыз таптаурындардан аттап, осы шекарадан өтпей, өзіміздің бір-біріміз қауіпсіздігімізді, яғни зорлық-зомбылықты жоюды, қарапайым түрде бағана сіздер айтқан отбасыны, барлығын осыны біз жауап бере аламыз, егер де 30 секунд дедім ғой, егер де біздің құқығымызды білетін болсақ деген сияқты. Қарапайым түрде өйстіп айтып отырмыз да. Ал бұл тарап не істейді? Бұл тарап примерно бізді былай айтады да, біз әділетсіздік туралы айтып береді. Дос, бұл айтады, бізде әділетсіздік болғандықтан кейін бізде не болады дейді? Бізде зорлық пен зомбылық болады дейді. Қарапайым түрде мен бағана қайталай берем, балық басынан шіриді. Егер де біз өзіміздің құқығымызды және өзгенің құқығын білетін болсақ, содан кейін ғана әділетсіздікке жол болмайтынын біз түсінуіміз керек екендігінде. Оның үшін көп рахмет.